Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз Қазақстан тарихынан кезекті бейне дәрісімізді түсіндіретін боламыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыздың атауы ол Қарлұқ қағанаты болып саналады. Яғни хронологиясы слайдта көрініп тұрғандай 756-940 жылдар аралығын қамтиды. Яғни біз алдыңғы дәрісте Түргеш қағанатын өткен болатынбыз. Түргеш қағанатының хронологиялық мерзімін 756 жылмен аяқтаған болатынбыз. Ал осы Қарлұқ қағанаты түргештерді жеңіп, осы 756 жылы өзінің мемлекеттерін құрып 940 жылға дейін өмір сүрген болатын. Бүгін біз осы Қарлұқ қағанатының құрылуы, осы Қарлұқ қағанатына қатысты оқиғалар мен сонымен қатар қағанаттың ыдырау себептері мен ыдырауын түсіндіретін боламыз. Қарлұқ қағанаты жалпы өмір сүрген уақыты 756-940 жылдар аралығы болып саналады. Яғни ғасырларға айналдырсақ, ол 8-ші ғасырдың ортасы, 10-ші ғасырдың ортасы аралығында өмір сүрді. Алғашқы қоныстанған жері Алтай тауының батыс бөлігі, орналасқан аумағы Алтайдан Балқаш көліне дейінгі аралық. Яғни Қарлұқтар бастап кезде ол түрік қағанатының құрамында болады. Түрік қағанаты бізде 603 жылы екіге бөлінген кезде осы шығыс түрік қағанатының құрамында қалып қояды Қарлұқ қағанаты. Ал осы 756 жылы өзінің мемлекетін құрған болатын. Бастап кезде аумағы мынау Алтай тауының баурайы, яғни Алтай тауының батыс бөлігі шығыс түрік қағанатының құрамы. Кейінірек Алтайдан Балқашқа дейінгі аралықты алып жатқан болатын. Алғашқы тайпалық бірлестіктері ол Жікіл, Бұлақ, Ташлық. Яғни Бұлақ руы осы Қарлұқ қағанатының құрамындағы ең көп тайпалық бірлестік саналады. Осы тайпалар бірігіп бізде Қарлұқ қағанатын құрған болатын. Астаналарына келер болсақ, негізгі астанасы Суяб қаласы болып саналады. Екінші астанасы Баласағұн қаласы. Баласағұн қаласында ақсүйек шонжарлар тұрған. Қарлұқтар туралы деректерге келер болсақ, 5-ші ғасырда Қарлұқтар Терек тайпалар құрамында кездеседі. Қарлұқтардың шығыс түрік қағанаты құрамында болған дәлелдейтін жазба ол Күлтегін жазуы болып саналады. 7-ші ғасырдағы Қытайдың Танчо хроникасында Қарлұқ құрамындағы тайпалар аталады. Олар Бұлақ, Жікіл, Ташлық жаңағы тайпалық бірлестіктері Танчо хроникасында айтылады. Яғни жазбаларында Танчо дерегі бойынша, яғни жылнамасы бойынша Қарлұқтар түркі тілдес тайпа болып саналады. Қытай деректерінде Қарлұқтар Алтай баурайын мекендеген Бұлақ атауымен кездеседі. Қарлұқ қағанатының тайпаларына келер болсақ, Әл-Марвазидің мәліметтері бойынша Қарлұқ қағанатының құрамында 9 тайпа болғандығын айтады. Оның ішінде Бескіл, Бұлақ, Жікіл тайпалары, сонымен қатар Көкеркін сияқты жалпы 9 тайпасының болғандығын осы Әл-Марвази айтып өткен болатын. Бұл Әл-Марвазидің жеке еңбегіне біз бөлек бейне дәріс түсіретін боламыз. Мемлекеттік құрылымына келер болсақ, әскери әкімшілік басқару жүйесі қалыптасты. Қарлұқ жабғуының билігі күшті болды. Аристократия, яғни Қарлұқ жабғуы деген терминге қарайтын болсақ, яғни Қарлұқтардың басшысын жабғу деп атағанын аңғарсақ болады. Яғни бұған дейін қағанаттардың басшысы Қаған деп атап өткен айтқан болатынбыз, ал Қарлұқтардың басшысы жабғу деп аталған болатын. Аристократиялық биліктің қатаң иерархиялық жүйесі орнықты, ақсүйектер жайылымдарға, қалаларға иелік еткен болатын. Қалаларына келер болсақ, Худуд Әл-Алам деген еңбек бар. Сол дерек бойынша Қарлұқ елінде 25 қала мен қоныс болған деп сипатталады. Көпшілігі Ұлы Жібек жолы бойында орналасты. Атақты қалалары Құлан, Меркі, Атлах, Балық, Барысқан және Талғар қалалары. Саяси тарихының басталуы. Яғни 7-ші ғасырдың соңында Қарлұқтар шығыс түрік қағанатының ықпалында болды. 712-713 жылдары Қарлұқтар арабтарға қарсы күрескен болатын. Соғды Шаш, Ферғана халықтарымен одақтасып, осы арабтарға қарсы бірнеше жорықтар жасаған болатын. Шығыс түрік қағанатының құлауына келер болсақ, 744 жылы осы шығыс түрік қағанаты, жалпы біз түрік қағанатын 603 жылы екіге бөлген болатынбыз. Оның 603 жылы батыс түрік қағанаты құрылады. Ал бірнеше уақыттан кейін, Қытайға тәуелсіздік алғаннан кейін бізде шығыс түрік қағанаты құрылған болатын. Ал осы шығыс түрік қағанаты бізде 744 жылы ыдырайды. Оның құлауына негізгі себеп осы Қарлұқтар және ұйғырлар атты тайпалар болған болатын. 744 жылы ұйғырлар мен Қарлұқтар шығыс түрік қағанатын құлатқан болатын. Нәтижесінде ұйғырдың көсемі жалпы шығыс түрік қағанатын жаулап алып, ұйғыр қағанаты құрылып, былайша айтқанда, ол қағанаттың басшысы ұйғыр қағаны болған болатын. Ал Қарлұқтың басшысы ол кезде жабғу лауазымын алып, осы ұйғырларға тікелей тәуелді болып қалады.
Ұйғырлармен күресшілер болсақ, 9 ғасырда қарлұқтардың басты жауы ұйғырлар саналады. Ұйғыр қағанатымен 20 жыл соғысады. Бірақ та қарлұқтар ұйғырлардан жеңіліп қалып, Жетісуға көшкен болатын. Ал Жетісуда бізде үйсіндер өмір сүрген алдыңғы дәрісте айтқан болатынбыз. Жетісудағы билікке келер болсақ, Жетісудағы билік 8 ғасыр ортасында қарлұқтар оғыздарды Жетісудан ығыстырған болатын. Сонымен қатар бізде оғыз дейтін тайпа бар. Бұл оғыздарды Жетісуда мекендеген болатын, түргештердің көршілері болып. Осы қарлұқтар Жетісуға келгеннен кейін оғыздар Сыр бойына көшіп кеткен болатын. Яғни оғыздар Сырдарияның төменгі ағысына көшіп кетеді осы қарлұқтардың ықпалымен. Ал 751 жылы Атлақ шайқасы орын алады. Қарлұқтар арабтарды қолдап кетеді. Қытай әскеріне қарсы соғысқан болатын. Біз алдыңғы дәрісте бұл туралы қысқаша айтып өткен болатынбыз, Атлақ шайқасы туралы. Түргеш қағанатынан кейінгі билікке келер болсақ, 756 жылы қарлұқтар Түргеш қағанатының әлсіреуін пайдаланады. Билікті өз қолына алып, яғни түргештерді өзінің құрамына қосып алады. 766-775 жылдар аралығында Қашқарияны жаулап алады, шығыс шекарасын кеңейтеді. Қарлұқтардың күшеуіне келер болсақ, 8 ғасырдың екінші жартысында Қашқарияны бақылауда ұстады. 775-776 жылдары Қашқар мен Ферғанаға билік жүргізді. 840 жылы Енисей қырғыздарымен одақ құрады, яғни ұйғыр қағанатын талқандайды. Яғни қарап отыратын болсақ, жаңа 744 жылы бізде шығыс түрік қағанаты құлаған болатын, оны құлатқан ұйғырлар мен қарлұқтар болатын. Ал оны құлатып болғаннан кейін бізде 744 жылы ұйғыр қағанаты құрылған болатын. Ал осы ұйғыр қағанатын енді қарлұқтар Енисей қырғыздарымен бірігіп, осы ұйғыр қағанатын талқандайды 840 жылы. Сонда ұйғыр қағанаты бізде 744 жылдан бастап 840 жылға дейін өмір сүргендігін аңғарсақ болады. Және білге құл Қадырхан бұл қарлұқтардың атақты билеушісі болып саналады. Білге құл Қадырханға келер болсақ, 840 жылы Испиджаб аймағының немесе Испиджаб қаласының басшысы Білге құл Қадырхан өзінің қарлұқтардың басшысы деп жайлаған болатын. Өзінің қарлұқ қағаны деп жариялады. Саманилермен күреске келер болсақ, 840 жылы Саманилер Испиджаб пен Таразды басып алған болатын. Бұл Саманилерге қарсы күрес жүргізген жаңа кімнің балдары? Білге құл Қадырханның балдары. Олар Базар Арыслан мен Оғылшақ болған болатын. Ал бұл Саманилермен күрестің салдары мұсылман діні тарай бастады. Яғни Самани дегеніміз ол парсы тілдес, былайша айтқанда парсылар мен арабтар араласып, қазіргі Иран жерінде құрған әулет болып саналады. Қарлұқ қағанатының құлауына келер болсақ, 940 жылы Қашқардың түрік билеушілері Қарлұқ қағанатын талқандады. Яғни Қарлұқ қағанатын құлатқан бізде Қашқардың түрік билеушілері екендігін айтып отырмыз. Адырау себептеріне келер болсақ, ішкі тартыстар, билік үшін күрес, орнына құрылған мемлекет Қарахан мемлекеті екен. Осылайша біз Қарлұқ қағанатының құлауына дейінгі бүкіл тарихты айтып шықтық. Енді Ұлы Жібек жолы және қала мәдениетіне тоқталар болсақ, яғни бізде мынау Ұлы Жібек жолы бізде Қазақстанның оңтүстік бөлігімен өткен болатын. Ұлы Жібек жолы Қарлұқ жері арқылы өтті. Бұл қала мәдениетінің дамуына ықпал етті. Худуд әл-Алам мәліметі бойынша қарлұқтар тұрған аймақ халық жиі қоныстанған ең бай жерлердің бірі деп сипатталады. Қалалар мен отырықшы мекендер көп болған делінеді осы қарлұқтардың аймағы жөнінде. Енді тағы бір қарлұқтар туралы дерек бар. Ол Әл-Идриси атты ғалымның дерегі. Әл-Идриси былай деп қарлұқтарды сипаттайды. Қаған қаласының халқы көп, бекінісі мықты, әскері және қару-жарағы мол деп осы қарлұқтардың Қағанның қаласының халқының көп екенін, бекінісі мықты екенін және әскері мен қару-жарақтары, әскери құрылысы мықты екендігін сипаттап өткен осы Әл-Идриси болатын. Мәдениеті мен тұрмысына келер болсақ, қарлұқтар кезеңінде зираттар көп табылған, тастан жасалған балбал мүсіндер қойылған. Бұл дәстүр қарлұқтар арасында кең тарады. 8 ғасырда дін ескерткіштері кең тараған болатын. Яғни дін ескерткіштері бұл мұсылман діні келмей тұрып, жалпы бүкіл Орта Азия аймағында таралған ескерткіштер болып саналады. Шаруашылығына келер болсақ, қарлұқтардың жазғы жайлаулары Алтай және Жоңғар тауларының аралығы болған болатын. Жоңғар тауы арасы
қыстауларына келер болсақ, Балқаш, Іле, Талас, Шу, Сырдария өзендерінің бойында орналасты. Қосалқы шаруашылығы аң аулау және балық аулау. Осылайша біз бүгінгі қарлұқ қағанат тақырыбын толық аяқтадық. Егер сұрақтарыңыз болса, астына жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.